бәрін айтсақ, вот то есть сіздер түсінбей жүрген основной. Black но не Yonway. Да? Бутылка, вот давайте бутылка туралы қысқаша ғана. Бұл бутылка тек қана суды тазалап қоймайды, бұның екі қасиеті бар. Бұның pH 7,5, біздің ішіміздегі pH 7,5. Бұның ОВП деген есть понятие окислительно-восстановительный потенциал воды. То есть прочитайте, прям запишите себе, жазып алыңыздар. ОВП воды деп Гуглдан сұрайсыздар. У нашей бутылки ОВП какой? Минус 100. Что означает минус 100? Су қайда кіреді? Клетканың ішіне. А Кока-Колада ОВП плюс 100. Или плюс 500 даже у него. Кока-Кола наоборот не істейді. Бүкіл біздің организміміздегі минералдарды алып кетеді. Ну, денсаулық гаджетінен ішкен кезде в первую очередь не меняет, болмайды. Біраз уақыттан кейін. Ісіп кетеді. Неге? Потому что су клетканың ішіне кіреді. Екінші, қарнымыз ашпайды. Тоқ, сезім. Кушать не хочется. Почему? Потому что қай гормон снизился? Кортизол. Кортизол деген гормон. Кортизол снижается, да? А еще, тағы бір признагі бар, қандай? Туалетке жүгірмейміз. Не бегаем в туалет, когда мы пьем из нашей бутылки. Но самое главное, даже не это. Самое главное, су қауіпсіз. Бұның ішінде улы заттар жоқ. Антибиотикте жоқ, гормонда жоқ, пестициды, химикаты, бәрі. А еще, мен недавно білдім оны, айтпаған бұрын. Когда мы, оказывается, вот так высасываем воду, это, кажется, антистресс эффект. Помните, бала жылаған кезде емгенде тыныштап қалады? Когда ребенок плачет, дает грудь, успокаивается. И вот когда мы каждый раз пьем, у нас антистресс, у нас окситоцин, кортизол снижается. Представляете? И вы в день делаете сколько? 1000. И поэтому, кім бұл бутылкадан слушает, не істейді біраз уақыттан кейін? Стройнее. И энергиясы күшті, веселый болады. Так, теперь, Black. Вот давайте запишем себе, да? Вы все партнеры? Партнеры все? Все. При любых жалобах. Қандай сізге бірінші жалобамен келеді ғой? Біреу. Неші? Что пить? Вы начинаете с чего? С детокса. Не надо начинать с Yonway, не надо начинать с сока нони. Желательно начать с чего? Black. Кому нельзя? Жүкті әйелдерге, омырауы мезетіндерге. Вот екі адамдарға. Қалған любой диабет, онкология, давление, бас ауырады, шаш түсті. Короче, қандай жағдайда неден бастаймыз? Детокс. Неге? Себебі адам егер сынып тұр ғой, сізге сынумен келді. Мына клетканың қабырғасы, мембранасы, мынаның бәрі қатып қалған. То есть мембрана жесткая. И мембрана ничего не пропустит вовнутрь, если мы не сделаем что? Детокс. Но наш Black немесімен жақсы. Бұл тек қана детокс емес, бұл еще организм клеткаларға немен апарып береді? Минералдарды и еще антистресс. Бұның ішінде гуминовый, фульвовый қышқылдар бар. Бұл табиғатта жерден алынған. Бұның ішінде өте көп минералдар бар. Ең күшті нәрсе қазір бүкіл ғалымдар айтып жатқан дегидрокорцетин. Дегидрокорцетин онкоклетканы өлтіреді. Лямблиді, хеликобактер, бүкіл инфекцияны өлтіретін дегидрокорцетин. И эфирное масло лаванды. Лаванда бұл өзі немене? Антистресс. Еще бұның ішінде инулин бар. А инулин не үшін керек? Бұл ішектегі бактериялардың немнесі? Тамағы. И көп магний бар. pH неше? 8-де 5. Ал көп адамдардың pH 5-6. Кока-коланың pH 2-3. Ішпеңіздер Кока-кола. Кока-кола, Макси, Некси, чай адамның өмірін 2 есе қысқартады. 2 есе. Вот если сізге Алла Тағала 90 жас берсе, 45-ке ғана жетесіз.
жетесіз, жетпейсіз, Құдай біледі. Біздің қазір біз ұлт болып құрып бара жатырмыз. Реально бізге бір нәрсе істеу керек. Айналдырған 20 миллион, и то оның ішінде таза қазақ емес қой 20 миллион. Біз Black Wave әрбір үйде холодильниктің ішінде болған күні осы жерде тұрған барлығыңыз долларлы миллионерсіздер. Түсіндіре алдым ба? Әрбір үйде холодильникте Black Wave пен витамин D пайда болған күні осы жерде терлеп қазір көміріңіз шаршап кеткенсіздер, терлеп бычық болып отырсыздар, ұмыт кетесіздер. Когда долларлы миллион болған кезде. Но ол үшін қанша уақыт керек? Хотя бы 3 ай аз. Давайте реалист болайық. 3 айдан кейін долларлы миллионер деген что-то не то. 3 жыл. Максимум 5 жыл. Врач 20-40 жыл врач болып, сосын пенсияға шыққаннан кейін, бірақ врач апайды көрдім, айына 105 мың теңге пенсия аламын дейді. Врач 40 жыл істеген. Сізге ешкім 40 жыл істеп тұрған жоқ. Біз 5 жыл. Мен готова 5 жыл. Честно. Қайда барып лекция оқу керек па? Оқимын. Қайда бар дейсіз? К вам приехать в Россию, почитать лекцию. Все. Через 5 лет, чтобы я была долларовым миллионером, я готова. Днем и ночью выступать, пахать. Қытайға да барамын. Скоро длится. Так, и қараңыздар. Black Wave.